Assalamualaikum құрметті достар, сіздермен бүгін мен футбол жаңалықтары арнасы. Жадығыз трансферде топ клубтар өздеріне жұлдызды ойыншылар қосып, келер маусымға дайындық жасау үстінде. Сол топ клубтардың бірі француздық Paris Saint-Germain клубы келесі маусымда қандай ойыншылармен ойнайтыны осы видеода айтатын боламын. Видео басталмай тұрып каналға жазылып, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі бас бапкерден бастасақ, өткен маусымда патшалық клубтан кеткен Зинедин Зидан кейбір сыбыстардың айтуы бойынша француздық клубты баптауы мүмкін. Егер Зидан PSG-ны баптайтын болса, онда 4-3-3 схемасымен ойнайтыны сөзсіз. Келісім шарты аяқталып, PSG-ға келуге жақын тұрған Жан-Луиджи Донарума қақпашы позициясында орналасады. Дегенмен де Донарума өз бабында тұрған Keylor Navas'тың орнын басуға оңай түспейтіні анық. Еске салсақ, италиялық қақпашы Euro 20 турнирінің топтық кезеңінде өз қақпасына мүлде гол жібермеді. Бұл дегеніміз өте керемет көрсеткіш. Интер клубынан келуге жақын тұрған Хакими сол жақ қаптал қорғаушы позициясында орналасса, орталық қорғаушы ретінде Кимпеме мен патшалық клубтан ресми түрде кеткен Серхио Рамос ойнауы мүмкін. Ал оң жақ қаптал қорғаныста Конил Дагба ойнайды. Капитан ретінде тірек жартылай қорғаныстағы ауыр жүкті арқаласа, Верratti мен Жоржиньо Виналдум жартылай қорғаушы ретінде ойнайды. Ал шабуыл шебінде Неймар, Мбаппе, Ди Мария үштігі болады. Дегенмен де Мбаппе нақты клубта қалатыны белгісіз. Қорытындылай келе, француздық клуб келесі маусымда осындай құраммен ойнауы мүмкін. Ал қосалқы құрамда Keylor Navas, Левин Курзава, Хуан Бернат, Данило Перейра, Паредес, Юлиан Дракслер, Херрера, Икарди, Моизе Кин, Сарабия секілді жігіттер ойнайтын болады. Ал ендеше достар, осымен біздің видеомызда өз мәресіне жетті. Егер де видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға жазылып, комментарияға келесінде қандай видеолар күтетіндеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар.